Бұл Жансая. Ол 2-ші сыныпта оқиды. Бұйра шашы күнге жарқырап, әр таңды қуанышпен қарсы алатын қыз еді. Үйде анасына үнемі көмектеседі, бөлмесін таза ұстайды. Жансая мектепке қуанып баратын. Білім алуды ұнататын. Бірақ жаңа сынып басталғалы, кейбір оқушылар оның шашын күлпетеді. Олар бір-біріне сыбырлап, саусақтарымен Жансаяны көрсетіп мазақтайтын, күлкімен қарап тұратын. Күндер өте Жансаяның көңіл күйі түсіп, бұрын жақсы оқитын қыз сабағына зауқы соқпай қалды. Мектептегі жағдайды ешкімге айтпайды. Түн болса, ол бөлмесінде жалғыз жылайтын. Ол айнаға қарап, мүмкін мен шынымен ұсқынсыз шығармын деп ойлай бастады. Бір күні оның апасы бөлмесіне кіріп, жай ғана «Не болды жаным?» деп сұрады. Алғашында үндемеді. Сосын апасының жылы құшағында мектепте болған жайттарды айтты. Апасы оны айнаға қаратып, «Сен ерекше сұлу қызсың. Алла барлық адамды әдемі етіп жаратқан» деді. Анасы болған әңгімені естіп лимон алып, үстіне алма мен алмұртты үйкейді. «Қызым, бұлай жасасақ лимонның дәмі өзгере ме?» деді. «Жоқ, өзгермейді». Анасы жымиды. «Сен де дәл сол лимон сияқтысың. Олар не десе де, сенің мәнің өзгермейді. Сепкілі бар қызда әдемі. Сары шашты қызда әдемі. Бұйра шашты қызда әдемі. Әркім өз жолмен ерекше». Келесі күні Жансая мектепке бұрынғыдан да сенімді келді. Уақыт өте олар қайтадан дос болды. Әр адам ерекше. Балақай, біреудің сөзі сенің болмысыңды өзгерте алмайды. Өзіңе сен, өзіңді жақсы көр,